Қайырлы күн, құрметті тіл жанашырлары. Сауран ауданы Шорнақ жалпы орта мектебінде 11-16 сәуір аралығында тіл өлшеусіз қазына, өрісі кең әлем тақырыбында қазақ тілі және өзбек тілі мен әдебиеті апталығы болып өтті. Апталық мектеп басшысы Гүлназ Сапорова мен оқушысы жөнінде орынбасар Умсынай Байболованың басшылығымен өз мәресіне жетті. Апталық көктемнің жайма шуақ күндерімен тұспа-тұс келіп, қазақтың ұлы ақыны Абай мен өзбек әдебиетінің ғұламасы Әлшер Науаи арасындағы диалог пен үзінді көрсетіліп, ұлттық ән мен биден шашу шашылды. Шәкірттерімізге керемет көңіл-күй мен шығармашылықтарын шыңдауға көмектесті. Ұстаздарымыз креативті сабақ өтудің жолдары мен жаңашыл ұстаз бейнесін көрсете білді. Тіл таусылмайтын байлық, алдымен туған еліңнің мемлекеттік тілін білу, құрметтеу парыз. Тіл мәртебесін көтеруде өз үлесін қосып жүрген ол ұстаздар. Біз болашаққа ұмтылған ұлтпыз. Сол болашаққа қажетті құндылықтарды шәкірт бойына қалыптастыру қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің міндеті. Ал ол құндылықтарды біз қалай қалыптастырамыз? Әрине ол әдебиеттегі әртүрлі образдар мен өте маңызды туындылар арқылы тәрбиелейміз. Ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы: ұстаздық ұлы құрмет, себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді деген екен. Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана сезімді сіңіруші адам ол мұғалім. Сөзімнің соңында Мұхтар Шахановтың «Рух пен тіл» өлеңін оқуды жөн көрдім. Табиғаттың өзгермейтін заңына бұр бетінді, қай кезде де туған тілің туған анаң секілді. Бабалардың арманы бар мына қызыл гүлдерде, олар елін, тілін қорғап жанын қиған бұл жерде. Қанша адам болғанымен дәрінді әрі табанды, туған жерін сүймей тұрып сүймек емес ғаламды. Өзге ананың мазмұнына мейіріне тор құрар, алдыменен өз анасын сүйе алмаған сорлылар. Нарық ғасыр бәрін сатып жібереме алтынға, кім қалады сол алтынға сатылмайтын қалпында. Жалғандық бар ұлтсыздардың беделімен даңқында, ана тілін сыйламаған сыйламайды халқында.